Отағасы біздің қыз алып қашып кетіпті. Не деп тұрсың? Ол әлі 18-ге де толған жоқ қой. Не істейміз? Мекен жайы белгілі болса, барып алып келеміз. Қаһарлы әке қолындағы тәспісін үстелдің үстіне қоя салды да асығыс киіне бастады. Жолдасы ұзын көйлегін киіп, хиджабын дұрыстап тағып, соңынан ілесті. Күйеуінің мінезін білетін ол дымын шығаруға қорқып отыр. Айсұлу ерлі зайыптылардың үлкені, дінді берік ұстанғандықтан қыздары да жабық киінеді. Жап-жас, аңқау, биязы мінезді қыздарының сөйлесіп жүрген жігіті болуы мүмкін деп еш ойламапты. Сондықтан болар алып қашып кеткен адам бөтен біреу деп шешті. Белгілі мекен жайға жеткенде даңғаза музыка ойналып, гүлдер мен шарлармен безендірілген үйді көрді. Жігіт жақ келін түсіруге әбден дайындалған көрінеді. Ашулы әке үй иелерінің құдалаған қошеметіне қараған да жоқ. Бірден қыздарын шығаруын талап етті. Мұндай айқай-шу боларын алдын ала сезсе де қарсы тарап әбден састы. Біріншіден, менің қызым 18-ге толған жоқ. Ол үшін мен заңды түрде жауаптымын. Екіншіден, мен қызымды тек Алла жолында бет бұрған, намаз оқитын адамға ғана беремін. Осымен сөз тәмам, деді де қызының қолынан сүйреген күйі шығып кетті. Соңдарынан келтірілген қолайсыздық үшін кешірім сұрап, анасы да үйден шықты. Ешқашан ата-анасына қарсы келіп көрмеген Айсұлу үйге келіп, бөлмесіне кіріп, үнсіз жатып қалды. Әкесінің жігіт туралы ойын ол естігісі де, білгісі де келмеді. Әкесі жігіт туралы сұрағанда оны танымайтынын айтып құтылды. Өзі тамағына тығылған өксігін жасыру үшін үнсіз жылады. Рысқалиды сүйетінін, онсыз өмір сүре алмайтынын әкесіне қалай айтады? Ана жақта сүйгенінің жағдайы не болып жатыр екен? Рысқали мен Айсұлу университет қабырғасында жүріп танысқан. Қуыршақтай ғана кішкене қыздың кез келгенді баурап алатын қылығы, күлген кезде езуіне үйірлі қалатын оймақшаға дейін сондай әдемі. Қыз отбасындағы қатаң тәрбиені ұстанғандықтан жігітке қолынан да ұстатқан емес. Бұл сылқым жігітті одан әрі ынтықтыра түсетін. Университеттегі ең сұлу қыздың өзіне қарағанын мақтан көріп, оны өз көлеңкесінен де қызғанатын. Қызға үйлену туралы бірнеше рет ұсыныс жасаса да ол қарсы болды. Ол ылғи әкесінің қатал екенін, өзінің тек намаз оқитын ер азаматқа қолдан ұзатылып беретінін алға тартатын. Бұған бақуатты отбасынан шығып, ешқашан бетінен қақпаған Рысқалидың ызасы келетін. Ол ақыры өз дегенін жасап, қызды серуенге шақырып, соңынан күштеп алып қашып кетті. Жігітті қанша ұнатқанымен, қыз өз отбасының мұны намаз оқымайтын жігітке бермейтінін біліп, барлығына дайын отырған еді. Ол күдігі де расталып, әкесі ізін суытпай алып кетті. Айсұлуды алып кеткен соң, Рысқали айналасының бәрін талқандап, қатты ашуланды. Сүйгеніне қол жеткізе алмағаны былай тұрсын, таныс тамыр, туыс достарының алдында жөні жығылып, масқара болғаны ішін өртеп бара жатқан болатын. Ол үйден көлігін айдап, қатты жылдамдықпен құйғытып шығып кетті. Әкесі мен анасы жандарын шүберекке түйіп отырып қалды. Жалғыз ұлдарынан несін аямақ? Жалғызы бардың шығар-шықпас жаны бар емес пе? Үміті де, сенері де осы Рысқали. Ол өте ерке және бір бөткей болып өсті. Бірақ ақылдан да кенде емес еді. Қанша жер тепсе де, қыздың әкесі Айсұлуды әкеліп бермесі анық. Жігіт енді өзін өзі өлтіретінін айтып, шу көтеретінді шығарды. Жалғыз ұлдарынан айырылып қалудан қорыққан ата-ана ағайынның ішіндегі бас көтерерлерін жинап, Айсұлудың әкесінің алдына барып аяғына жығылды.
Ұлдары онсыз өмір сүре алмайтынын айтып, әзер дегенде көндірді. Айсұлудың әкесі қаламаса да қызының жайын анасынан сұрастырып келісімін берді. Содан кейін ғана Айсұлуды әкесі қолдан ұзатып, Рысқали екеуінің некесі қиылды. Екі жастың қуанышында шек жоқ болатын. Алғаш Айсұлуға қол жеткізген түн. Құшақтасу ол қанша қыздармен жүрсе де, 2 күнде, кейде тіпті 2 сағаттан кейін мұның құшағында құлай кететін қыздар көп еді. Айсұлу мұны осы неке түніне дейін үздіктіріп алып келмеді емес пе? Не деген тәтті түн еді. Рысқали мұндай тәтті түн мен ұялшақ ұяң қызды көрген емес. Ол әйелін барынша өзіне жақындатып, қол жетпесіне қолы жеткен баладай құмарлана сүйді. Өзгелерде емес, Айсұлудың үстінен өзіне ғана тән балғын бір жас сәбидің иісіндей тәтті иіс шығады. Сол иісті таптынбай қарпи сүйіп ынтыға жұтты. Бір орында тұрып қалған келіншекті көтеріп, ақ некелі төсекке алып келді. Тым момын қоздай келіншігіне сұқтана қарап, іш көйлегінің алдын шеше бастады. Кенет Айсұлу мұның қолын ұстап, қарсыласқандай кейіп білдірді де қайта жіберді. Енді Айсұлу да мұның құшағына тығылды. Үздіге күткеніне бас салмай, Рысқали ұзақ аймалай түсті. Қызық сезім Рысқалиды айналдыра алып кетті. Ол ешқашан Айсұлудай адал да пәк қызды кездестірмеп еді. Оған адал болатынын айтып, ант суда ішті. Бұл махаббат хикаясы ұзаққа созылды. Екеуі жас жұбайларша емес, бірін-бірі жаңа танысқандай ұзақ түндерде жар төсегін жібітіп, сосын кейде шай ішіп, таң атқанша өздері туралы айтып, өбісіп, ептеп, сықылықтап, күлісіп те отыратын. Алғашында махаббатқа мас болып үйленгендері мен кейін тұрмыстың ашы тұстарынан да дәм татуға тура келді. Әкесі ұлына өз бизнесін үйретіп, орнына отырғызды. Жас болса да мықты қадағалаудың арқасында өз жұмысын жақсы игеріп кетті Рысқали. Бала күнінен таршылық көрмеген Рысқалидың киім киісі де өзгеше болатын. Оның бір киімінің құны біреудің бір ай жасап алатын айлығымен пара-пар еді. Бірақ ол ысырапшылық пен үндемеуге қатысты мәселелерге басын ауыртқан емес. Ал Айсұлу керісінше, күйеуі қаншалықты қаражатпен қамтамасыз етіп отырса да, артық ақша жұмсамайтын, басқа келіншектер секілді қымбат көйлек киіп, бренд әтір сеппейтін. Бұл Рысқалиға ұнамайтын, және осы үшін өз жарына деген менсінбеушілігі басым болатын. Белгілі кәсіпкер болғандықтан көп жерге қонаққа шақырады, неше түрлі ағай мен сығайды көреді. Дөкейлер әйелдермен қолтықтасып келіп жатады. Олардың ханымдарының құлағы мен қолы толы алтын, баттасқан бояу, жабысқан көйлекте болады. Ал Айсұлу хиджабпен, олардан 5 есе арзан көйлекпен барады. Себебі оның болмысы, тәрбиесі сондай. Ол ешкімді еліктемейді де, еліктірмейді де, ешкімнің мақтауын, назарын күтпейді. Тек жарғана разы болса жеткілікті. Алайда Рысқали оның оранғаны мен қарапайымдылығы үшін ызасы келетін. Діннің иісі мұрнына бармайтын ол үшін жары өзгелер секілді талайдың көзінің құрты болып жүруі керек еді. Қанша ұрысса да, тіпті қол көтерсе де, Айсұлуды көндіре алмады. Мені осындай күйде ұнаттың, енді осы қалпында қабылда дегеннен ар аспады. Айсұлудың енесі көзі ашық, сабырлы, салиқалы ана болатын. Тек соның ғана келініне жаны ашып, түсіністік танытатын. Рысқали бар дегеніне көне беретін жарына қалағанын жасататын. Оның айтқан өтініштерін көбіне елеусіз қалдыратын. Күйеуі рұқсат етпегендіктен Айсұлу жұмысқа да шыға алмады. Бірде ерлі зайыптылар қонаққа барды. Көңілді отырыс болды. Дәмді тамақтар ішіліп, қызықты әңгімелер айтылды.
Сөз арасында бір досы: Айсұлудай жарым болса арман жоқ. Табиғи сұлу, басқалар сияқты жасанды емес. Дүниенің құлы болып, не болса соны кие бермейді. Осындай жары бар, сен бақыттысың, деді. Содан бастап Рысқали нілдей бұзылды. Отырыстан межелі уақыттан ертерек қайтты. Жолда Айсұлудың құлақ етін жеп, оны әлгі еркекпен байланысы бар деп айыптады. Бұрын ондай қызғаныштан ұрыс шыққанын көрмеген келіншек шошып кетті. Сен ылғи оранып жүресің, ол қайдан біледі сенің табиғи сұлу екеніңді? Араларыңда не болды? Деп оны қылғындыра бастады. Бейшара кішкентай денелі жары оның қолынан әрең сытылып шығып, көліктен түсіп қалды. Күйеуі артына бұрылып қараған да жоқ. Бұл қыс айы болатын. Сырт киімі мен ұялы телефоны көлікте қалып кеткен Айсұлу шарасыздан үйіне жаяу келді. Денесі қатты тоңып, қалшылдап, әрең жеткен бейбаққа есікті енесі ашты. Бағанағы ұрыстан шошып қалған ол бөтен таксимен келуге де қорқып қалған еді. Енесі оның мына түрін көріп шошып кетті. Сол күннен бастап келіншек дене қызуы түспей 2 апта ауырды. Оған жөтел қосылды. Жарына жаны ұшып жатқан Рысқали жоқ. Бұл жолда енесінің жаны ашып, келінін дәрігерге алып барды. Дәрігердің тексеруінен кейін Айсұлудың өкпесі қабынғаны анықталып, ауруханаға 6 ай ем алуға жататын болды. Келіншек әбден әлсіреп, су өткізіп алғандықтан ем алу 6 айдан да ұзаққа созылды. Ауруханадан шыққан соң жылға жуық уақыт дәрі қабылдап жүрді. Соның салдарынан жақын арада бала көтеруге болмайды деген шешіммен дәрігерлер оның жатырын байлап тастады. Айсұлуға мұның уақытша екенін біраз уақыт өтіп, денсаулығы қалпына келген соң балалы болатынын айтып жұбатты. Ең бастысы жанының саулығы болғандықтан амал жоқ келін оған да көнді. Алғашқы кездері Рысқали жас болды ма, балалы болу ойында жоқ еді. 2 жылдай уақыт өткен соң ғана ол туралы жиі айтатын болды. Дәрігерлер әлі ерте десе де, Айсұлу жатырын аштырып, балалы болудың қамына кірісе бастады. Алайда дәрігерлер ешқашан бала көтермеген жас әйелдің жатырын байлап тастағандықтан, оның бұдан әрі балалы болуға деген мүмкіндігінен өмір бойына айырылған екен. Бұл шындықты қабылдау екеуіне де ауыр болды. Менің басымды босат, мен ешқашан ана бола алмаймын. Сен